бала кезімде, кішкентай кезімде қызылшамен қатты ауырғам. Содан көзім кетіп қалған, бір жақ көзім, сол жақ көзім. Мектепке солай бардым. Институтты бітірдім. Оқуды бітірдім, жұмыс істедім. 62 жасқа келгенде мен результат көріп отырмын. Доктор маған врожденный слепота деп берді. Глазной институт. Сол расталмай шықты енді. Өйткені соны бір айдан кейін мына көзімен саулап ақты. Былшық ақты. Содан жарты сағаттай арпалысып мына көзбен. Жарты сағаттай арпалысып. Содан жаңағыдай байзан өтеп жүрген жоқ. Ертесіне 2-3 күннен кейін келдім мына. Білмеймін, жазып уақып қалып едім. Ап-анық көрініп тұр ғой. Сол қыздарға шықпадым мен қыздар, менде жаңалық бар, үлкен жаңалық бар. Мына көрмеген көзім көріп отыр, одан артық мен жаңалық керек. Мен жұмыс жасайын дедім. Сол результат мен. Молодцы, рахмет.